ол енді осыдан қызығып осы Айдана ханым көзіме түсті. Ұнады бір сөз айтқанда деген сөздің ашығы. Одан кейін осы Алматы қаласына көшіп келуге бел будым мен деген қазіргі таңда Алматы қаласында тұрып жатырмын. Уже бір 20 күндей болған шығар. Қазір енді осы Алматы қаласындамын. Айдана сұрақтар Өркен, иә, Өркен қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді ең бірінші сұрақ, жасы 25 екен. Менің жасымды негізі біліп келдіңіз ғой, иә? Иә, жасыңызды біліп келдім мен сіздің деген, бірақ енді жаста тұрған еш нәрсе жоқ деп ойлаймын мен өзім деген. Иә, ол мәселе емес ол деген. Иә, енді соңғы ара қатынасыңыз жайлы білсем бола ма? Үйленген, ажырасқан деген секілді. Үйленбегенмін, отбасы болмаған. Соңғы ара қатынас осыдан 2 жыл бұрын болған. Иә, 2024-те. Одан кейін ешқандай ара қатынас деген нәрсе болған жоқ менде. Болған менде уақытта болған жоқ. Алматы қаласына жалпы тұрақты қалу үшін келдіңіз бе, әлде уақытша ғана ма? Алматы қаласына тұрақты қалу үшін осы жақтан мына той саласын қайтып бастауға келдім. Яғни мен мына Орал қаласындағы зона комфорттан шығып, Алматыға келіп өзімді қайтадан көтеріп жатырмын айтқанда деген. Той саласы деп болды ма? Өте жақсы. Мен де жалпы негізі осы бағдарламаға дейін өзім той саласында жұмыс істегенмін. Сондықтан енді бір-бірімізді жақсы түсінеміз деген ойдамын. Иә, оны зерттеп, көріп қараған негізі деген. Ол жан білем бәрін. Жалпы отбасында неше ағайындысыздар? Ендеше шымылдық ашылсын. Аян, Өркен, жігіттер. Енді тіпті өзіміз де түсінбей жатырмыз, себебі Аян тұра келіп Айдананың қасына барып айтып жатқан еді. Енді білмеймін, тіпті ашылмаған қалап, шымылдықты ашпа деп қарсы болып жатыр еді. Өркен де сол жаққа қарай барып өзімен көрейін Айдананы деген секілді. Енді түсінбедік. Қазір сыртқа шығып кетті сырласуда. Енді бұл мәселе шешілсін, не сөйлесіп жатыр, біз енді әлі дұрыс түсіне алмадық. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін барлық